Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге көптен күткен арманымның бірі осы штатив еді. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгін осы штативке де қолым тиді. Енді сіздерге қазір ашып көрсететін боламын. Ең бірінші осы штативті мен Россияның фудблогерлерінен көрген едім. Мен өзім қазақша рецепттерді осы YouTube каналға түсіріп салатын болғандықтан маған дәл осындай штатив керек болды. Сосын барып, осындай штатив Қазақстанда сатылымда бар ма екен деп Инстаграмнан іздей бастадым. Біраз штативтің аккаунттары шықты. Сосын бірақ ішіндегісі ең ұнағаны осы аккаунттағы штатив болды. Қазір аккаунтын белгілеп кетемін. Маған рекламасынан көріп ғашық болдым бұл штативке. Қараңыздар, қандай күшті сапасы, маған ең бастысы сапасы ұнады. Ашқан бетте сапасы, қазір сіздерге толық ашып көрсетемін. Мен сіздерге қазір алдыңғы штативімді көрсететін боламын. Бұл штатив те жақсы негізі, бірақ оны міндетті түрде шкафқа байлап қою керек, немесе парагойға байлап қою керек. Сол кезде ғана ұстап тұрады, ал әйтпесе өз еркімен тұрмайтын. Қазір соңына қарай мен сіздерге соның фотосын көрсететін боламын, алдыңғы штативінің фотосы. Мінекей достар, алдында айтқан алдыңғы штативім осылай байлап қоймаса бір орында тұрақты тұрмайтын, құлап кететін, телефонды көтере алмаймын. Міне жаңа штативім. Телефонды қойып көрдім, ешқандай құлаған жоқ, бір қалыпта бір орында тұрды. Мені көріп отқан фудблогерлер болса, сіздерге алуға кеңес беремін. Инстаграм аккаунтында да мені бақылап отыратын фудблогерлер бар. Сіздер көріп отырсаңыздар, міндетті түрде осы штативті алыңыздар, өкінбейсіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Гүлайым.